Сәлем достар, бүгін біз компот жауамыз. Бірінші осылай алманы жуып тураймыз осылай табаққа. Жақсылап болғаннан кейін осы өрік бәт сондай жуамыз. Крышкаларды суға салып, алып осылай қойып қоямыз табаққа. Потом суды қайнатып, ішіне шекер саламыз да бетін жауамыз. Қайнап болғаннан кейін құямыз суды, қайнап болғаннан кейін құямыз шекерді. Сосын банкілерді дайындап аламыз достар. Банкілердің ішіне ыстық су құйып, осылай жақсылап ішін бір шайқа жеңіздер. Готовы, что банкілеріңіз атылмау үшін бұл. Енді бағана қайнаған суларыңыздың ішіне осылай құясыздар. Ішіне ана-мынау салып. Вот. Бетін крышкасын жауамыз, осылай құямыз. Короче, банкілеріңізді жуып қойыңыздар. Неше банкілеріңіз бар, сол банкілердің бәріне құйып шығасыздар. Вот. Сосын табаққа бағанағы өрік, осындай нелерімізді, алмаларымызды саламыз. Олар кішкене езілгеннен кейін, кішкене бір 10-15 минут тұрғаннан кейін, 5-10 минут тұрғаннан кейін осылай әдемілеп саламыз. Достар, компотымыз дәмді болу үшін, атылмас үшін қайнатып аламыз. Бір шекерін қайнатып суын құйғаннан кейін осылай саламыз бәрін. Вот осылай салғаннан кейін бетін жауамыз. Бір 5-10 минут қайнайды. Сосын шөмішпен аламыз осылай. Сосын осылай құйып шығамыз достар. Банкілеріңіз обязательно ыстық сумен шайыңыздар. Потому что атылмас үшін керек ыстық су бізге. Осылай құйып шығамыз. Енді банкімізді бұрауда келіп қалды. Банкімізді ұстап, жақсылап тұрып бұраймыз. Егер де банкілеріңізді аударып, су ақпаған білетін жарыстар. Аударамыз, су ақса, мынада су ақпады. Демек, бұл бізде жақсы бұралды деген сөз. Жанын бірінші сүртіп бұраймына көрдіңіздер ме? Сүрттік. Бұл жақсы жабылды. Осыны бір күнге төңкеріп қоямыз. Су ақса, сразу аласыздар. Өздеріңізше істеп кетіп, келесіде сөйтіп кете бересіздер. Вот. Суын тексеріп алыңыздар обязательно. Либо атылып кетуі мүмкін. Вот осылай төңкеріп қоямыз. Бір күн күтеміз. Всем пока!